Бөлме температурасында еріп тұрған сары майға 3 жұмыртқаны қосамыз. Қойылтылған сүтті қосамыз, яғни сгущенка. Содан кейін осы массамызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Алдымен жай жылдамдықпен, содан кейін қатты жылдамдықпен миксерлейтін боламыз. Енді осы массамызға 150 грамм ұн және 10 грамм қопсытқышты үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Жан-жаққа шашырап кетпес үшін алдымен ақырын араластырып аламыз да, содан кейін миксерлейтін боламыз. Осы массамыздың консистенциясы сәл сұйықтау болу керек. Сонда біздің коржиктарымыз өте жұқа, тонкий болып шығатын болады. Алдын ала пергамент қағаздарын дайындап алып, осылай біздің формочкамызбен оны қалыпқа келтіріп, формасына келтіріп аламыз. Немесе қаламмен, ручкамен дөңгелетіп сызып алсаңыздар болады. Дайындап алған әр қағазымызға 3 қасықтан осы массамызды салып, бір керкі етіп, тегістеп жаятын боламыз. Біздің массамыз сұйық болғандығы себепті өте жұқа жайылады. Ол үшін қорықпаңыздар. Коржиктарымыз өте жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Коржиктарымыздың әр қайсысын пісіру үшін осылай жеке-жеке алдын ала жағып дайындап аламыз. Содан кейін алдын ала қыздырылған пешке 190 градуста 5-7 минут әр коржиктарымызды пісіріп алатын боламыз. Коржиктарымыз толықтай суығанша пергаменттен алмаймыз, өйткені ол жабысып қалуы мүмкін. Енді біздің коржиктарымыз суығанша кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін өте суық сливкиді 500 грамын жақсылап тұрып миксермен араластыратын боламыз. Содан кейін 80 грамм қант ұнтағын бірте-бірте қосып миксерлейтін боламыз. Осы миксерлеу процесс кезінде. Осы дайын болған сливкемізді әбден қоюланғанша миксерлеп болғаннан кейін өте суық күйіндегі 300 грамм творожный сырға жаңағы сливкемізді қосып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Бізде өте тығыз әрі воздушный болып шығатын крем-чиз дайын болу керек. Крем миксерден түспей, қатып тұрса, яғни өте тығыз болып тұрса, біздің креміміз дайын болды деген сөз. Енді осы өте жұқа болып шыққан коржиктарымызға осы кремді жағатын боламыз. Мен алдын ала осындай кондитерлік пакетке салып қолданатын боламын. Сіздер қасықпен қолдансаңыздар да болады. Коржиктарымыздың әр слойына 3 ас қасықтан немесе 2 ас қасықтан осы творожный сырымызды, яғни кремімізді салып, жақсылап бір керке етіп жағатын боламыз. Коржиктарыңыздың жұқалығынан осылай видеодағыдай бөлініп кетіп жатса, коржигіңіз ол ештеңе етпейді, осылай қолдана бересіздер.
әр коржықтарымызға кремді жаққаннан кейін сыртын әсемдейтін боламыз. Кремді жағу барысында қалған кремді тоңазытқышқа сала тұрамыз, еріп кетпес үшін. Оны осылай сыртын әсемдеуге қолданасыздар. Қалағандарыңызша жеміс-жидектермен, тәттілермен әсемдесеңіздер болады, немесе тек қана әппақ етіп, осылай кремді сыртын жағып шықсаңыздар да болады. Мен бұл тортты пропиткаға қойған жоқпын. Пропиткаға қоймай-ақ осылай жесеңіздер де өте дәмді болып шығады, және өте тонкий слой, өте нәзік, ауызда ериді. Балдай тәтті молочная девочка, яғни сүтті қыз торты дайын. Астарыңыз дәмді болсын.